Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін сәуірдің 29-ы, 29 апреля. Сабағымыздың тақырыбы болашақтың мектебі. Пишем дату и тему. Дәптерге жазамыз. Бүгін біз жаңа сөздермен танысамыз. Оқиғаны болжап үйренеміз. Жаңа сөздермен танысайық. Повторяем, ребята, за мной. Болашақ. Бірнеше. Заман. Меңгеру. Озық. Шетел. Өте жақсы, балалар. Енді сол сөздерді дәптерімізге жазамыз. Теперь, ребята, пишем эти новые слова. Болашақ, будущее. Бірнеше, несколько. Меңгеру, освоить. Заман, время. Озық, передовой. Шетел, зарубеж. Енді бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына жаңа сөздерді қойып жаз. Тек қана жаңа сөздер, только новые слова. Новые слова тут. Озық, болашақта, бірнеше, уақыты, шетелге, меңгергім, барып келдім, қайда барып келдім, куда? Сами пишем. Қазір компьютердің несі? Мен сабақты не істегім келеді? Аулада неше оқушы ойнап жүр? Сколько? Ғарышкер боламын. Қашан? Когда? Біз қандай техниканы қолданамыз? Какую технику? Өте жақсы, балалар. Түсінсек, келесі сабағымызды жалғастырамыз. Енді, балалар, біз кешегі диалогты есімізге түсірейікші. Диалогтың кейіпкерлері кім еді? Талғат аға, дұрыс, Тілеухан, Санжар, Азамат, я? Енді, балалар, оның жалғасы қалай болады деп ойлаймыз? Хотите узнать продолжение? Өте жақсы. Енді тыңдаймыз мұқият. Біз қайдамыз? Мы где? Спросил Азамат. Ашпаңдар дедім ғой. Ол сиқырлы қорап. Біз болашақтамыз, деді Талғат аға. Я сказал вам не открывать это. Это волшебная коробка. Мы в будущем, сказал дядя Талғат. Ренжімеңізші, не обижайтесь, сказал Санжар. Бізге қарай бірнеше бала жақындап келе жатыр, деді Тілеухан. Несколько детей приближаются к нам, сказал Тілеухан. Теперь продолжение будем слушать, потом вместе прочитаем. Біз 2007 жылға тап болыппыз. Бізге бірнеше оқушы жақындап келді. Бізбен танысты. Олар бізді өз мектептеріне алып барды. Олардың мектептері біздің мектептерден өзгеше. Әр оқушы мектепте кем дегенде 7 елдің тілін меңгереді екен. Мектептері озық техникамен жабдықталған. Оқушылар сабақты тек электронды және кәдімгі біздікіндей оқулықтармен оқиды екен. Оқушы қалаған пәнді ғана оқи алады. Мектеп формаларда басқа. Ұлттық үлгіде тігілген. Ең жақсы жаңалық қазақ тілі халықаралық тіл дәрежесін алыпты. Біз өзімізге
жаңа дос таптық. Оның есімі Сұңғат. Ол ертең бізбен бірге қаланы аралайды. Өте жақсы балалар. Енді аударып көрейік перевод. Мы попали в 2070 год. К нам подошли несколько учеников. Они познакомились с нами. Они привели нас в свои школы. Их школа отличается от наших школ. Каждый ученик говорит на 7 языках в школе. Школы оснащены передовыми технологиями. Ученики изучают урок только с помощью электронных и обычных учебников. Ученики могут изучать только тот предмет, который они хотят. Школьная форма тоже отличается, сшита в национальном стиле. Лучшей новостью является то, что казахский язык приобрел статус международного языка. Мы нашли нового друга. Его зовут Сұңғат. Он посетит город с нами завтра. Өте жақсы балалар. Енді екінші тапсырмаға назар аударамыз. Обратите внимание на второе задание. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Қорапты ашпаңдар деп айтқан кім? Кто сказал, не открывайте коробку? Болашақтың мектебінде оқушылар қанша тілді меңгереді екен? Сколько языков учат ученики в школе будущего? Олар қайда тап болды? Куда они попали? Болашақтың оқулықтары қандай? Каковы учебники будущего? Қазақ тілі қандай дәреже алған? Каков статус казахского языка в будущем? Болашақта мектептер қалай жабдықталады? Как школы будут оборудованы в будущем? Мектеп формалары қандай үлгіде тігілген? Өте жақсы балалар. Енді үйге тапсырма. Видеороликте берілген бірінші, екінші тапсырманы орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Мен сіздердің жұмыстарыңызды күтемін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.